Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түбірлес сөздер. Біз сендермен өткен сабақта туынды сөздердің қалай жасалатынын білдік. Бүгінгі сабақта негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы түбірлес сөздердің мағынасын ажыратасыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырасыңдар және жауап бересіңдер. Балалар, берілген өлеңді бірге оқиық. Таудың бұлағынан, қойдың құлағынан, анамның киізінен, ешкімнің мүйізінен. Балалар, бұл өлең жолдары сендерге таныс па? Бұл қазақтың атақты суретшісі Әбілхан Қастеевтің Хлудовқа берген жауабы болатын. Ендеше қазіргі оқитын мәтініміз Әбілхан Қастеев туралы болмақ. Мәтінді мұқият тыңдаңдар. Мен Әбілхан Қастеев 1904 жылы Алматы облысының Жаркент өңіріндегі Шежін ауылында дүниеге келдім. Еңбек жолымды 1928 жылы Түрксібте қара жұмыстан бастадым. Николай Хлудовтың студиясында 1929-1932 жылдары оқыдым. 1944 жылы Қазақстанның халық суретшісі атағын алдым. 1945-1956 жылдары Қазақстан суретшілер одағын басқардым. Өнерден бөлек оқытушылық және қоғамдық жұмыстармен де айналыстым. Балалар, енді мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдерші. Мәтін кім туралы? Қазақтың атақты суретшісі Әбілхан Қастеев туралы. Мәтінді ұтымды жауап мәтінімен салыстырыңдар. Мәтіндердің ұқсастығы мен айырмашылығы неде? Ұқсастығы екі мәтінде Әбілхан Қастеев туралы. Айырмашылығы ұтымды жауап мәтіні Әміртай Бөреевтің атынан. Ал бүгінгі мәтін Әбілхан Қастеевтің өзінен баяндалып тұр. Яғни бүгінгі мәтін Әбілхан Қастеевтің өмір баяны. Берілген жылдарды мәтін мазмұны бойынша толықтырыңдар. 1904 жылы Әбілхан Қастеев Шежін ауылында дүниеге келді. 1928 жылы Түрксібте қара жұмыс істеді. 1929-1932 жылдары Әбілхан Қастеев Николай Хлудовтың студиясында оқыды. 1944 жылы Қазақстанның халық суретшісі атағын алды. 1945-1956 жылдары Қазақстан суретшілер одағын басқарды. Бұл ақпараттарды естеріңе сақтаңдар. Қазір Әбілхан Қастеевтің мұражайы туралы бейне материалға назар аударыңдар. Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайы. Оның құрылу тарихы 1935 жылдың қыркүйегінен бастау алады. Дәл сол кезде Қазақ АКСР-ның 15 жылдық құрметіне ұлттық көркем өнер галереясын ұйымдастыру және көрме өткізу жөнінде қаулы шығарылған еді. Эрмитаж бен Третьяков галереясының экспонаттары мұражайдың топтамасында бірінші болып енді. 1965 жылы КСР министрлер кеңесі мұражайға жеке ғимарат беру жөнінде шешім қабылдады. Сәулетшілер Эльза Кузнецова, Ольга Наумова және Борис Новиков барлық қажеттіліктерді есептей отырып, мұражайға арнайы ғимарат жобасын жасады. Терезелердің орналасуын, жарықтың түсу ережелерін, көрме залдарының ерекшеліктерін ескеріп жобалаған. Осылайша 1976 жылы заманына сай өнер мұражайы тұрғындарға өз есігін ашты. Бейнематериалдағы ақпарат сендерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Берілген сөздерді бірге оқиық. Сурет, суретші. Мал,
малшы. Сөздерді сөз құрамына талдайық. Екі сөздің де түбірі сурет екен. Және суретші сөзіндегі шы жұрнақ. Мал, малшы. Мұнда да екі сөздің түбірі бірдей. Мал, шы бізде жұрнақ болады. Естеріңе сақтаңдар. Бір түбірден тараған сөздерді түбірлес сөздер деп атаймыз. Мысалы, біл, білім, білімді, білгіш. Бұл сөздер біл түбірінен тараған. Өнер, өнерлі, өнерпаз. Бұл сөздер өнер түбірінен тараған екен. Ал қазір бізге берілген түбір сөзден түбірлес сөздер жасап көріңдер. Мұндағы сөздер қыз және жаз. Қанекей? Жасап болсаңдар, жауаптарыңды тексеріп көріңдер. Қыз, қыстау, қыстық, қысқыш. Келесі жаз, жазу, жазғыш, жазушы. Бәрекелді балалар, сендер қандай мысалдар келтірдіңдер? Берілген өлеңді бірге оқиық. Ойшылдар мен білімпаздар мекені, бәріңе аян кітапхана екені. Кітаппен дос болуға баулайтын, кітапханашы мұнда қызмет етеді. Өмір мәні өнер менен білімде, құштар болсаң көп құмартып білуге. Қарсы алып сені дәйім күлімдеп, жөнін айтып, жол нұсқайды білімге. Балалар, өлең кім туралы? Өлең кітапханашы туралы екен. Енді осы өлеңнен түбірлес сөздерді тауып көріңдерші. Кітапхана, кітап, кітапханашы. Балалар, бұл сөздердің ортақ түбірі кітап. Тағы да түбірлес сөздер бар ма? Білімпаз, білім, білу, және тағы білім сөзі бар екен. Бұл сөздердің ортақ түбірі біл. Берілген суреттерге мұқият қараңдар. Төмендегі жас атауларын өз суретімен орналастырайық. Нәресте, сәби, бөбек, бүлдіршін, балақай, бала. Ал сендер дұрыстап алдыңдар ма? Бұл сөздердің ішіндегі түбірлес сөздерді тауып көріңдерші. Түбірлес сөздер балақай, бала. Ортақ түбірі бала. Берілген жаңылтпашты жатқа жаңылмай айтыңдар. Бірінші жай оқиық. Шежіреші кісі шежіре айтты. Ішіндегі шежіресін шешіле айтты. Қане енді жылдамырақ айтып көрейік. Шежіреші кісі шежіре айтты. Ішіндегі шежіресін шешіле айтты. Кім айталды? Бұл жаңылтпаштағы түбірлес сөздерді табыңдаршы. Шежіреші, шежіре. Бұл сөздердің ортақ түбірі шежіре. Балалар, бүгінгі сабақта нені үйрендік? Негізгі түбірге жұрнақтар жалғау арқылы түбірлес сөздердің мағынасын ажыраттыңдар. Әбілхан Қастеевтің өмірбаяны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарға жауап бердіңдер. Бәрекелді балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.